Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаты тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпаратты анықтау. Бағалау критерийі тақырып бойынша диалогты бастайды, жалғастырады, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын біледі. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстырады, қарама-қайшы ақпаратты анықтайды. Амансың ба алтын күн, амансың ба көк аспан, амансың ба достарым. Сабақты біз бастайық, білін құлпын ашайық. Бүгінгі сабақта қолданатын жаңа сөздер мен сөз тіркестері: жер, махаббат, сүйіспеншілік, сыйластық, адамның жүрегі. Мына сұрақтарға жауап берейік. Біз қандай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан қандай мемлекет? Отан туралы мақал білесің бе? Сендер тұратын жер қалай аталады? Туған жерің туралы не білесің? Еліміздің жүрегі қай қала? Дескриптор сұрақтарды оқиды, түсінеді, толық жауап береді. Тақырыпқа сай өз ойын білдіреді. Бірінші тапсырма: сөйлеу әдебін сақтай отырып, диалогты толықтырыңдар. Дескриптор сөйлеу әдебін сақтайды, диалогты толықтырады. Сен қай елде тұрасың? Я, әрине, мен қазақ тілін жақсы білемін. Себебі ол біздің мемлекеттік тіліміз ғой. Сен үшін отан деген не? Мен де сенімен танысқаныма өте қуаныштымын. Екінші тапсырма: қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстырып, қарама-қайшы ақпараттарды анықтаңдар. Дескриптор қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстырады. Отан үшін отқа түс күймейсің. Отан деген сенің туып өскен, кіндік қаның тамған жер, ата-анаң, досың. Отанға деген махаббат сыйластықпен ұласа, ол адамның рухани деңгейінің биіктігі. Дегенмен де отанға деген махаббат пен сүйіспеншілік анаға деген махаббатпен тең. Әрбір жанға өзінің отбасы, туған туыстары, жолдастары ыстық болса, отан да адам баласына солай да ыстық. Отан десе адамның жүрегі езіліп, жүрекке жылы болып естіледі. Кез келген ұлт өкілдерінің өз отаны бар екені айдан анық. Отан үшін отқа түс күймейсің деген мақал бар. Расында да, егер отан үшін жаныңды қисаң, ол үлкен абырой. Отан үшін өлген адамның өзі өлгенімен, аты ешқашанда өлмейді. Тарихта мәңгі қалады. Осы мәтін бойынша сөйлемдерді сәйкестендіріп, дұрыс сөйлемді құрастырамыз. Отан деген, отанға деген махаббат, сыйластықпен ұласа, отан десе адамның жүрегі езіліп, отан үшін отқа түс күймейсің. Ол адамның рухани деңгейінің биіктігі деген мақал бар. Сенің туып өскен кіндік қаның тамған жер, ата-анаң, досың. Жүрекке жылы болып естіледі. Үшінші тапсырма: сабақты қорытындылау үшін келесі тапсырманы орындаймыз. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазыңдар. Дескриптор керекті сөздерді орнына қойып жазады. Опасыздық еткенің, өз түбіңе өзің жеткенің. Отансыз, ормансыз бұлбұл. Отан елдің, ел ердің анасы. Отан басталады. Керекті сөздер: отанға, анасы, отбасынан, адам. Дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар берілген мақал мәтелдерді. Ал енді тексеріп шығайық. Отанға опасыздық еткенің, өз түбіңе өзің жеткенің.
Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Отан елдің анасы, ел ердің анасы. Отан отбасынан басталады.